Бабочка мен укол салу бізге ол үшін қажет. Бабочканың размерін көріп тұрсаңыздар, бұл жерде 24 деп жазылған. Олар санының жоғарылауына байланысты размерлері кішірейіп барады. Ал размерлері үлкен болған сайын олардың көлемі наоборот үлкейеді. Бізге керек тағы да шприц, ол 2-лік болуы мүмкін немесе 5-лік болуы мүмкін, сіздің салатын дәріңіздің көлеміне қарай. Лейкопластердің болғаны жақсы, себебі бабочканы салған кезде ол қозғалып кетуі мүмкін. Сол үшін біз лейкопластермен бекітетін боламыз. Және де мақта шариктері, салатын дәріңіз, таза лоток және де жгутик, астына қоятын жастықша қажет болады. Бұл жерде өзіңізге қажетті дәрілерді тартып аласыз да, сол бабочка арқылы салатын боламыз. Негізі бабочкамен салған өте жеңіл. Бұл даже 2-лік шприцтен де ауыртпайды. 2-лік шприцтер байқасаңыздар, біз көп жағдайда қолданамыз, иә. Бірақ бабочканы қолданған кезде оның тіпті кіргені байқалмай қалады. Сол үшін де кішкентай балаларға салған кезде бабочканы қолданған бізге тиімді болып келеді. Кез келген мысалы баланың тамыры жақсы көрініп тұрады ересек адамдармен салыстырғанда, бірақ бала қорыққан кезде ол тамыры біз қашып кетеді деп айтамыз, иә. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін де баланы аппликация ету керек, әртүрлі мультиктерді көрсетіп, немесе ол баламен сөйлесіп тұру керек. И одан соң бірден тамырын тауып, сол тамырына укол салу керек. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерге шприцтің басынан ауа шығарамыз, ол дәл сол сияқты. Бабочканың да басынан кішкене ауасын шығарып жібереміз де, жгутымызды байлаймыз, 4 саусақ, 3 саусақ жоғары қылып, байлаған кезде қатты тартып та емес, қатты бос қылып та емес, нормальный қылып байлау керек. Одан соң баладан қолын жұмыс істетуін сұраймыз. Біздер негізі тамырлар байқап тұрсаңыздар, өте жақсы шығып тұр. Бір мақтамен емес, енді инфекция түспегенін қадағалау үшін бірнеше мақта шариктермен сүртіп, тазалап алған өте тиімді болады. Сол үшін де абай болыңыздар.